Сәлеметсіздер, сабағымызды жалғастырамыз. Біз алдымен бір жаңадан SQL файлға оралдық. Одан кейін әдетіміз бойынша use world деп database-ті ауыстырамыз. Одан кейін select барлығы country. Содан кейін және де бір select барлығы from language. Енді бұл екі кесте де біз алдында айтқанбыз. Біреуі әлемдегі елдердің тізімін көрсетеді. Екіншісі сол елдердің қолданатын тілдерін көрсетеді. Енді біз мысалы бір елді алатын болсақ, where, сосын name, одан кейін барып біз Қазақстан десек мысалы, біз Қазақстан деген елдің мысалы мына жерде Қазақстан деп жазған болу керек. Онда біз мынаны алдындағы үйренген бойынша жазып көрейік. Мысалы like деу арқылы осыдағы қалай жазылғанын осылай іздеп көрейік. Like Kaz. Яғни Қазақстан деген былай жазған екен негізі. Қате жазып кеткен мынау. Мен алдында өзгерткенде қате жазған екен. К-дан кейін Х келеді. Негізі осылай жазылу керек. Енді теңдік белгісін қояйық. Мынаны сақта салайық. Енді мен осылай бір елді таба аламын. Енді осы елдің қайсы тілдерді қолданатынын қалай білемін деген кезде, мына country language дегенде where, біз алдымен осыны көрейік, осы тізімде не бар екен. Бұнда country code бар екен. Онда where country code country code неге тең деген кезде бұл in арқылы жазатын болғанбыз. Біз осылай жазатынбыз. Содан кейін мына жерде code деген бар. Бұны да осылай жаздық. Яғни мына жерде Қазақстан деген елдің кодын тауып аламыз бірінші басқышта. Мен мынаны қоршап, сосын барып тексеретін болсам, бұда не қателік кетті көрейік. From, мен мынаны қоршап жүргізсем, міне Kaz деген кодын тауып алдық. Осы Қазақстан деген арқылы. Ал одан кейін барып біз осы тілдерді country language деген кестеде, мына кестедегі кодына қарай біз соның қолданатын тілдерін қарадық. Міне Қазақстанда неміс тілі, қазақ тілі, татар, украин, өзбек деген қатар тілдер қолданады екен. Осылай тексере аламыз мысалы. Ал енді бұл бір тал елді тексергенде, ал бірнеше елді тексерсек, немесе бүкіл елдердің қайсы тілдерді қолданатын тексеретін болсақ, бұл әдіс қиындау болады. Мен мына жерден барлығын тексеріп шығатын болсам, онда күрделірек болады. Енді менің ойым мынадай болса, мысалы мына жерде елдің аты шығып тұрады, сосын қолданатын тілі шығып тұрады. Осылай жазатын болсақ, онда біздің бұрынғы үйренген білімдеріміз арқылы жаза алмаймыз. Онда біз осы сабақта жаңа ұғым үйренуіміз керек болады. Бірінші біз елдердің тілін білмекші болсақ, select, сосын from, одан кейін country деген кестені іздейміз біз. Country, сосын бұған ат қоюға болады, C деп. Бүйтіп бос орын қойып ат қойсаңыз, мына қысқартылған аты. Country C, содан кейін left join. Одан кейін барып біз country language деген, бұған қысқартылған аты CL дейік. Мына екі сөздің қысқартылғандағы басқа әріптерін алдық. Енді содан кейін осы екеуінде бір байланыс бар. Осы екеуіндегі байланыс мына C-дің коды неге тең деген кезде
мына CL деген кестедегі country кодына тең. Біз осылай іздеп көріп, міне. Іздесек, міне шықты. Мынау Аруба деген елдің қолданатын тілдері екен мына жерде. Соң жағына қарай қарайық. Не language. Енді бұл түсініксіздеу болса, онда біз былай істейміз. Бірінші C, сосын name, одан кейін CL language дейік. Мына кестедегі name деген көрсетеміз. Ал енді language деген кестедегі language көрсетеміз. Енді қарап көрейік. Міне Аруба деген ел. Олардың қолданатын тілдері. Мынаның қолданатын тілдері мыналар не? Мынаның қолданатын тілдері мыналар не? Осылай. Осылай көрсетіп отырмыз. Енді бұны және де where деп талдауға болады. Содан кейін мынаны алсақ, where, содан кейін барып біз C name. Енді Қазақстан десек. Міне Қазақстанда Герман, қазақ, татар деген сияқты тілдер бар. Осыларды осылай көрсете алады. Енді біз былай істедік. MS Paint. Бұл енді екі кестені біріктіріп іздеу, бірге іздеу, екі кестеден бірге іздеу. Мен енді бұл үшін 3 тал сурет сызайын. Осы негізінен осы 3 түрлі жағдай. Бірінші жағдай біз мына жерден бірінші жағдай, мынау екінші жағдай, мынау үшінші жағдай. Бірінші жағдай, мысалы мына кесте мен мына кесте екеуінде де бар мазмұны ғана көрсететін болса, оны inner join деп алады. Мынаның түсін өзгертейік. Inner join. Мынадай жағдай, inner join, мына кесте мен мына кестенің екеуінде де бар мазмұнды алатын болса, inner join. Ал енді мына жағдайда left join болады. Сол жақтағы кестедегі бар мазмұнды алады. Left join, мынау енді right join. Біз жаңа істетіп отырғанымыз left join мына жерде қарасаңыз. Join деген сөздің мағынасы біріктіру деген мағынада. Яғни мына сол жақтағы, оң жақтағыны біріктіру деп түсінсек болады. Бірақ негізгісі сол жақтағы. Енді дәл осы күйінде right join деп өзгертейін. Нәтижесі не болады? Содан кейін барып inner join дейін. Енді біз үшеуін бірдей таңдап басалық. Біріншісіндегі мынау бұл әзір өзгеріс жоқ екен, біз мына жердегі where дегенді алып тасталық. Мынаны алып тасталық. Өйткені бір ел үшін айтқан кезде біз айырмашылығын көре алмайды екенбіз. Міне енді бірінші кестедегі мына біріншісі. Бұдан шыққан нәтиже міне. Ал екіншісінде бұда қанша нәтиже бар? Көрек. Бұны санын көруге болмайды екен. Негізі мынаған қарап түсіну қиындау екен, сондықтан мен және де бір кесте жасап көрсетейін. Жалпы түсіну үшін. Мысалы бізде мынадай бір кесте бар делік. Мынадай бір кесте бар. Мысалы мына кестедегі сандық мәлімет 1, сосын 2, одан кейін 3 деген болса, ал мына кестедегі А және де Б және де С деген сандық мәлімет бар. Ал енді бұлардың байланысы, мынау мен мынау байланысы бар, мынау мен мынау байланысы бар. Мынаның ешкіммен байланысы жоқ, мынаның ешкіммен байланысы жоқ. Ондай болса, осылардан біз тексеретін болсақ, бірінші жағдайда бізде inner join болған жағдайда бізге келіп шығатын нәтиже бұл жерде 2 және де А, одан кейін 3 және де
А болып шығады. Бұл енді иннер join болған жағдайда. Ал енді екінші left join болған жағдайда не шығады деген кезде, онда сол жақтағы кестені негіз етеді. Сол жақтағы кестені негіз етеді деген сөз, мына 1, сосын мынада мән жоқ. Яғни мына жерін ал деген сөз. Сосын 2a. Сосын 3b деген сөз. Бұл енді сол жақтағы кесте. Мына енді right join. Right join болған кезде, онда оң жақтағы кестені негіз етеді. Онда a 2 болады, b 3 болады, с мынау мән жоқ деген сөз. Енді осыған қарасақ түсініктірек болады деп ойлаймын. 2 кесте бар деп ойлайық біз. Ең қарапайым кесте. Бұл екі кестенің өзара байланысы. Мына 2 мен A3 пен B-ның байланысы бар. Өзара байланысы бар, ал мына S мен 1-дің байланысы жоқ. Сонда егер inner join болса, екеуінің өзара байланысы барларды ғана көрсетеді. Ал left join болса, сол жақтағы кестедегіні негізінен бірақ көрсетеді, жоқтарын nullмен көрсетеді. Ал right join болса, оң жақтағы кестені көрсетеді, жоқтарын nullмен көрсетеді. Енді осы түсінікті деп ойлаймын. Бұл енді left join, right join. Және де cross join деген біреу бар. Бұны енді екеуінде де бірақ көрсетіледі, бұның бір. From'нан кейін кестенің атын жазамыз. Содан кейін барып мына join болатын түрді жазамыз. Inner join. Қалай байланыстырып көрсету әдісін жазамыз, яғни мына жерде. Одан кейін барып екінші кестені жазамыз. Одан кейін on деген, яғни an деген. Бұл осы екі кестенің байланысын көрсетеді. Екеуінде қандай байланыс бар екенін көрсетеді. Мына жерде бірінші кестедегі, мына C деген кестедегі, мынау қысқартылған атын жазбасаңыз, онда таба алмайды. Мына қысқартылған атын жазу керек мына жерде. Әйтпесе мына жақтан таба алмайды. Сондықтан осы inner join, left join'дарды істеткенде сөзсіз кестенің қысқартылған аты. Мынаны өзіңіз белгілейсіз, A, B дейсіз, өзіңіз қалай жазсаңыз да болады. Әдетте мына алдыңғы әріпмен белгілей саламыз. Сосын барып екеуінің байланысы, одан кейін барып біз бұрынғыдай where деген шартын, және де мысалы мына жерде C-ден, және де мына жерде C нүкте name, сосын жаңағы Қазақстан деген секілді жазамыз. Одан кейін order by қатарға тізетін болсақ, мысалы бұл кезде біз CL percentage дегеннен, яғни тілдердің жаңағы қолдану көптігіне қарай тізетін болсақ, DSC дейміз. Енді көріп міне. Қазақстанда қазақ тілі бірінші орында. Мынаны және де көрсетуге болады. Бұның дұрыстығын білу үшін CL, мына екінші кестені тексеріп отырмыз, нүкте percentage. Міне, біз мына order by арқылы бұны рет тәртібін өзгерттік, яғни кемуі бойынша көрсететін болдық. Ең үлкені қазақ тілі, одан кейін орыс тілі деген секілді қолдануларға ие. Ал енді мынаны айтып өткенде ASC десе кішкенесінен үлкеніне қараймын. Жалпы бұрынғы үйренгеніміздің бәрі ұқсас. Crop byда болған істей береді, басқа да істей береді. Ал енді бұл жерде біздің сол жаңа үйренгеніміз екі кестені өзара біріктіріп, жаңадан бір өзімізге қажетті мәндерді сұрыптап алуымыз. Енді бұл енді өте қарапайым қолданулар. Негізінен кейде 3 кестені, 3-тен де жоғарылар жазуға болады, бірақ оның да қолдануы өте көп емес. Тек осы екі кестені білсеңіз, қалғаны қиын емес. Осы екеуінен шыққан мәнді және де үшінші кесте ретінде пайдаланасыз.